Гүлназ Қасымбек каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға ең керемет әрі дәмді құймақтардың рецептісімен ұсынамын. Ең алдымен 3 жұмыртқаның үстіне 1,5 қасық қант, дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырамыз. Бірдей масса болғанша араластырамыз. Шым-шым сода саламыз. Сүтті 3 бөлікке бөліп құйғандарыңыз жөн. 2 қасық ұн салып араластырамыз. 2-ге 3-ге бөліп құйсаңыздар ыңғайлы болады және түйіршіктеліп қалмайды. Менде 500 грамм сүт және 6 ас қасық ұн. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ең соңында 2 ас қасық сұйық май құйып араластырамыз. Табаны алдымен қатты қыздырамыз. Құймақты құймас бұрын отты орташалап қоямыз. От қатты болса құймақ күйіп кетеді. Орташа отта 2 жағынан қуырып шығамыз. Бізде осындай құймақтар болып шықты. Өте дәмді. Құймақты қуырып жатқанда жан-жағы қатпарлы болып піссе, онда сізде қантыңыз көп немесе жұмыртқаңыз аз деген сөз. Сондықтан тура рецептпен сұйық масса болғанша жақсылап араластырып дайындағандарыңыз жөн. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.